Сәлем, Руханият каналына қош келдіңіз. Сізбен мен, Арайлы Далиловна. Бүгін сіздермен қалай арманымызға жеңіл жетеміз, осы мәселесінде сөз қозғамақпыз. Армандау барысында біз ең негізгі, ең маңызды нәрсені ұмытамыз. Ол зейіннің фокусы. Түгелдей дерлік адамдардың мән бермей кететін мәселесі осында. Менің видеомды аяғына дейін көрсеңіздер, өздеріңіздің арман етіп жүрген дүниелеріңізге, ойлаған нәрселеріңізге жететін боласыздар. Оған жетудің негізгі кілтін қазір беретін боламын. Егер сіз түсінуге тырыссаңыз, өмірдің реальностын өзіңіз құрайтыныңызды және зейін фокуспен жұмыс жасасаңыз, заттар, әрекеттер сіз тілегеннен де жылдам орындалатынына куә боласыздар. Байқасаңыз, кей тілектер жылдам, ал кейбір тілектеріңіз, армандарыңыз ұзақ орындалады. Кейбірі әлі орындалмай жүр. Сол үшін мұқият қарап, түсінбесеңіздер бұл видеоны бірнеше рет көруге ұсыныс беремін. Ал бастайық. Сіз өзіңізде байқаған боларсыз, өмірде неге зейініңізді шоғырландырасыз? Сол ертелі кеш әйтеуір бір орындалады. Яғни зейіннің фокусы жақын болашақта не істейін деп жатқаныңызды анықтайды. Мысалы, сіз неге фокусыңызды бұрасыз, сол нәрсе орындалады. Сіз кім болам дейсіз, фокусыңызды сол нәрсеге бұрсаңыз, сіз сол адам болатын боласыз. Мысалы, сізделік, сіз. Мынау сіздің фокусыңыз. Сіз қайда қарап тұрсыз? Сол нәрсеге ертелі кеш орындалады. Мысалы, сіз мына жерде тұрған кезде, мысалы, айдалада тұрсаңыз, сіз қарап тұрған жағыңызға емес, теріс қарай жүре алмайсыз. Не болмаса шетке қарай жүре алмайсыз. Келесі шетке қарай жүре алмайсыз. Сіз қай жаққа қарап тұрасыз? Тура сол жаққа қарай бағыттап жүресіз. Айталық, мына жерде көл болсын, мына жерде тау болсын, мына жерде бір тастақ болсын, поле болсын, дала болсын, иә? Мына жерде бір елді мекен болса, сіз елді мекенді көрсеңіз, сіз сол елді мекенге қарай фокусыңыз бұрылады, және соған қарай сіз адымдап жүресіз. Ол 1 сағат алама, 2 күн алама, 3 ай алама, 4 жыл алама, ол белгісіз, бірақ сіз өзіңіздің фокусыңыз бағытталған жаққа қарай жүре бересіз. Және де ертелі кеш, әйтеуір 10 жыл өте ме, әйтеуір мақсатыңызға жететін боласыз. Яғни, сіз сіз неғұрлым бір нәрсеге қарай ойлаған кезде, бір нәрсеге қарай бағытталған кезде, бір нәрсе, мысалы, үлкен бір мақсатыңыз тұрған кезде, соған бағытталған кезде, сізде әлемнен энергия осы нәрсеге бағытталуға күш келе бастайды, энергия келе бастайды. Белгілі күш келген кезде, энергия келген кезде, сіздің бойыңызда белгілі бір энергия, эмоция пайда болады. Және де сіздің жәнегі фокусыңызға байланысты мақсатыңызға жақындай түсесіз. Енді фокусыңыздан тыс қалған дүниелер болады. Айталық, машина деген, мысалы, фокусыңызда үй болса, машина фокустан тыс болса, сіз оны немесе самолет болсын десек де, сіздің фокусыңызға бұлар түспесе, демек сіз оларды қажет етпейсіз, не болмаса мүлдем мүмкін емес деген сияқты ойда боласыз. Сондықтан да сіздің дүние танымыңызда не бар, соған байланысты ғана сіздің зейініңіздің фокусы соған ғана бұрылады.
Дәл қазір сіз айтуыңыз мүмкін. Я, мен бұны и так та білем ғой, оны маған неге айтып отырсың деп ойлауларыңыз мүмкін, иә? Или не болмаса айтуыңыз мүмкін. Мен уже 2 жыл болды осылай бір арманға фокусымды сақтап жүргеніме. Бірақ неғып олар орындалмайды? Менің ұсақ ойлаған армандарым орындалады да, ұсақ бір нәрсені ойласам орындалады, ал негізгі мақсатымды 2 жылдан астам ойлап жүрсем де, маған ол орындалмайды деп айтуыңыз мүмкін. Олай болса, сол сұраққа көшіп көрейік. Сіз шынайы түрде зейініңізді сол арманыңызға расымен ақ бөліп жүрсіз бе? Мынаны сізделік, иә? Енді сіздің белгілі бір арманыңыз бар. Ол арман, мысалы, үй алу. Үлкен зәулім үй алу, үй салу, бір көлдің жағасынан үйіңізді салсам деп ойлайсыз. Бұл сіздің арманыңыз болсын делік, иә? Енді бұл сіздің негізгі арманыңыз. Бірақ біз айттық, кез келген арман орындалу үшін сіз максималды түрде фокусыңызды осы нәрсеге аударуыңыз керек деп. Яғни, бойыңыздағы бүкіл энергияңыз осы үйге бағытталуы қажет. Бірақ, сіз сол фокусыңызды үйге аударып жату барысында, сізде ойланып жатқан кезде, сізде энергия туындайды, сізде эмоция туындайды, әдемі эмоция туындайды, мен мынандай үй алсам деп. Бір кезде сіздің ойыңызға келесі ақпарат келеді. Бұл үйді салатын ақша. Мынандай үлкен үй салатындай менің қомақты ақшам жоқ қой деген ой басыңызға сап ете түседі. Яғни сіздің фокусыңыз үй емес, үймен қатар қосыла, сізде екінші фокусыңыздың екінші бөлігі шықты, ақша. Бұл үйді салатын қомақты ақшаны қайдан табам деген. Енді сізде мынандай ой туындайды. Қомақты ақшаны қайтем дейді. Жарайды, ақшаны ойламаймын. Мен қазір үйдің фокусындамын, үйді ойлаймын деп ойлап тұрған кезде, сізде енді тағы да келесі ой пайда болады. Мына үйді мен көлдің жағасында алғаным жақсы ма? Жоқ, әлде Алматыдан алсам бекен? Балаларым өсіп келе жатыр, мүмкін маған Алматыдан үй керек шығар деп, сіз келесі ой келеді, күмән. Өзіңіздің арманыңызға күмән туындайды. Көлдің жағасындан керек па? Жоқ, әлде Алматыдан алған тиімді ме деп. Алматыдан алған тиімді ме? Астанадан алған тиімді ме? Астанадан алған тиімді ме? Жоқ, әлде мен армандап жатырмын ғой, ақыры Турциядан алған тиімді ме? Үйді деген сізде үлкен күмән туындайды. Ақшадан сізде қорқыныш сезімі пайда болды. Сізде үйден әдемі керемет эмоция пайда болады. Бір кезде ол эмоциядан менде ақшам жоқ деген бұл үйді салатын, немесе сатып алатын қомақты ақшам жоқ деген эмоция пайда болды. Одан кейін бір кезде күмән пайда болды. Бұл күмәннен сізде қанағаттанбау, қанағатсыздық эмоциясы пайда болды. Қанағаттанбайсыз, және де қорқыныш пайда болды. Менің алатын үйім көлдің жағасында болған дұрыс па, жоқ па деп. Оған қоса енді сіздің фокусыңызға тағы бір сезім туындады. Себебі сіз үйді алған кезде көл жағасында, көлде жәнегі қатты толқындар болып, жәнегі сумен шайып кетуі мүмкін үйді. Болмаса, ол сатып алған жеріңіз ешқандай қылмыскерлердің көп тұратын жері емес пе? Мүмкін бір ұрылар түсуі мүмкін. Немесе арнайы өртеп кетуі мүмкін. Мен қомақты тапқан ақшамды үй сатып алып, оны біреулер құртып кетсе не істеймін деген, тағы да сізде қорқыныш эмоциясы, қорқыныш сезімі туындады бойыңызда. Енді сіз мыналардың барлығын ойла келесіз де, қой, мен енді ақша табудың жолын табайын деп ойлайсыз. Ақша табу жолы. Сіз ойланасыз, мына үйді алғым келеді, оған ақша жоқ, енді ақша табудың жолын ойластыру керек. Дейсіз де, сіздің фокусыңыз
негізгі мақсатыңыздан ауып, ақшаны таппағаннан, ақша таппағаннан күмәннан келіп, сіз ақша табудың жолдарына келесіз. Ақша табудың жолдарын қалай істесем деп ойлана бастайсыз. Бұлармен қоса, сіздің күнде таңертең оянатын тағы бір сезіміңіз бар. Бұл дүние менде әлі жоқ деген сезім. Бұл дүние менде әлі жоқ. Яғни сіз фокусыңызды үйді саламын, үйді көлдің жағасынан аламын дейсіз де, фокусыңыз ақша жоқ, не істеймін, ақша табудан бұрын ояна салғанда, бұл үй менде әлі жоқ деген сезіммен таңертең оянатын боласыз. Бұл үй менде әлі жоқ деген сезіммен. Яғни басындағы сіздің 100%-ық фокусыңыз тек үй алуда ғана болған деп айтатын болсаңыз, дәл қазір біз оның орындалмай тұрғанына көзіміз жетіп тұр. Яғни сіздің дәл қазіргі фокус картаңызға мән берейікші. Сіз ақшаның жоқ екеніне 40% өзіңіздің зейініңізді кетіресіз. Ақша табу жолына да 25% кетіресіз дейік. Күмәніңіз бар 15% алаңдатып тұрған. Сонда барлық қанша болды? 25, 30, 40, 80. Сонда сіз өзіңіздің негізгі мақсатыңызға, негізгі арманыңызға тек 20% ғана фокус жібереді екенсіз. Фокус, зейін, назарыңыз тек 20% болғандықтан, сіздің мақсатқа жету уақытыңыз ұзарып кетеді. Мақсатқа жылдам жету үшін сіз толықты 100% фокусыңызды тек мақсатқа салуыңыз керек. Сонымен мынау сізсіз. Сонымен сіз түсіндіңіз. Мына мақсатқа жету үшін бізде 100%-ық фокус болу керек. 100%-ық фокус мақсатқа ғана бағытталу керек. Ал мына ақша табудың жолын қайтем деген сияқты қосымша дүниелерге сіз өзіңіздің күшіңізді кетірмеуіңіз керек. Жалпы ақша табу жолы туралы да тағы бір видеоларды түсіретін болам. Бұның өзінің бір нюанстары бар. Оны да айта кету аса маңызды дүние. Мақсатқа жету барысында, армандардың орындалуы барысында. Әрине сіздерге теория айту жеңіл сияқты естіліп тұрғанымен де, айту әрқашанда оңай, мақсатқа жетуде, арманға жетуде негізгі қазір практикалық жолын айтатын боламын сіздерге. Сіз де осындай бір бет алып өзіңізге нақты өзіңіздің мақсатыңызды анықтаңыз. Мысалы, сіз бәлкім Мальдиваға барамын деген мақсат қойсаңыз, соны қойып, дәл осындай карта жасауыңыз керек. Сіздің сезіміңізбен дәл қазір сіз не сезініп жатырсыз? Қандай күмән бар? Қандай қорқыныш бар? Солардың барлығын анықтап жазған кезде, қанша пайызға қайсысы кетіп жатқанын анықтап жазған кезде, сіз өзіңізді түсінетін боласыз. Мақсатыңызға қанша пайыз жетпей тұрғаныңызды. Ал ендігі жолы сіз бір армандарды орындаған кезде, мақсатыңызды ойлаған кезде, сіздің фокусыңыз осы мақсатқа ғана бағытталып тұрады. Басқа нәрсеге бұрылып бар жатқанда көңіліңіз, өзіңізді стоп деп тоқтатасыз да, қайтадан осы бағытқа өзіңізді бағыттайтын боласыз. Бұл жерде де мен әрекет мүлдем болмау керек деп айтқым келмейді. Фокусыңызды бір жерге бағыттап, әрекетіңізде, ойыңызда, энергияңызда, эмоцияңызда, позитивті эмоцияңызда сол бір мақсатқа бағытталу керек. Барлығында да 100%-ық көрсеткішпен. Сонда мақсатыңыз өте жылдам және жеңіл түрде орындалатын болады. Бүгінгі қалай арманымызға жеңіл жетеміз деген біздің назарға байланысты картамыз сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Менімен болғандарыңызға рахмет, құрметпен Арайлы Далияловна. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздерге пайдам тиіп жатса, мен қуанамын.